Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бутерброд нанның рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен жасасаңыздар, нандарыңыз өте әдемі және жұмсақ болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі ұн, 2 жұмыртқа, еріген сары май, тұз, қант, ашытқы және сүт қажет. Жылы сүтті ыдысымызға құйып, 2 жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Араластырып болғаннан кейін еріген сары майды салып, артынан қантты, тұзды және ашытқыны қосып жақсылап араластырамыз. Артынан ұнды електен өткізіп қосамыз. Електен өткізгеннің есебінен біздің нанымыз жақсы көтерілетін болады. Жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысып жатса да артық ұнды қоспаймыз. Қолға жабыспаған жағдайға жеткенге дейін илей береміз. Дәл осындай өте жұмсақ қамыр шығу керек. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. 1-2 сағаттан кейін қамырымыз дәл осылай көтерілуі қажет. Өте жұмсақ болып шығады. Қамыр қолға жабыспас үшін 1-2 ас қасық сұйық май құйып, барлық жеріне жағып, бөліктерге бөліп шығамыз. Сұйық майдың орнына ұнды қолданатын болсаңыздар, сіздердің нандарыңыз қатты болып қалады. Сол себептен сұйық майды қолданамыз. Мен 10 бөлікке бөлдім. Бөліп болғаннан кейін видеодағыдай нандарымызды жасап шығамыз. Біріккен жерін қаттырақ қысып, бекітіп шығамыз, себебі пісіп жатқан кезде ашылып кетуі мүмкін. Жасап болғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минуттан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градусқа қызарғанша пісіреміз. Дәл осындай өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Нандарымыз суығаннан кейін ортасынан осылай бөліп, ортасына шұжықтарды салып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Дәл осылай кетчуппен, майонезбен әсемдесеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.